Амансыздар ма? Бір апта болған бір қонақ үй жайында айтып кетейін дегем. Мына тарап Стамбулдан келетін тарап. Бұл жер Стамбулдан 80 километрдей ғой. Стамбул үлкен қала ғой. Мына қонақ үй, осы қонақ үйде бір апта болдық. 14-і, 15-і, 16-сы, 17-сы, 18-і, 19-ы, бүгін 20-сы. Бүгін күндіз кетеміз. Шығамыз сағат 12-ге шейін. Бұл қонақ үйді мен өте жаңағы брондау қиын болды бұл қонақ үйді. Букингте жоқ, Адобада жоқ, көп жерде жоқ. Содан мен де бір нәрсені іздесем қазғылап қоймайтын адаммын ғой. Әйтеуір ақыры айналдырып келіп таптым. Hotels.com деген қосымша жазып алып содан таптым. Содан бұрындап қойып едім. 9-ына өзіміздің ұшағымыз ұшпайтын болып қалды. Скат бар ғой біздегі, Ақтөбеден шығатын. Сол түгел бүкіл рейстерін шешіп тастады, білмеймін не болғанын. Одан ол кетті. Одан кейін енді брондайын десем, жаңағы неге брондалмайды. Не сұрайды жаңағы? Осы жергілікті халықтың кимлик, бұларда кимлик деп айтады, куәлікті. Соны сұрайды, тағы бірдеңе сұрайды. Түсіне алмадым, сосын келістіре алмағасын қойдым. Бірақ бір адамның ғана осы пікір қалдырғанын көрдім. Мынандай мен қазір сол кең ауқымды қылып пікір қалдырайын деп тұрмын. Бұлай енді өздерінің жаңа инста парақшаларында, ютубта арна ашып қойған, бірақ оны қатты ешкім ондай қатты жүргізбейді екен. Бұны енді өздерінің осы жергілікті халық мысалы жаңағы негізі бұлар енді бір ғимаратты салғанда, бір бизнесті көздегенде енді өзінің келетін бұқараның есі болады ғой. Соған қарағанда бұл ондай қатты жарнаманы қажет етпейтін сияқты, жергілікті халық өздері білетін сияқтыға ұқсайды. Білетінге ұқсайды дегенім ғой. Өткенде біз келген күні, жұма күні біз келдік. Сол кезде адам деген масқара көп болды. Оның масқара көп болған былай кезде білмейсің ғой, бір ішінде бөлмесінде жатады. Содан қарасақ, ертеңгісіне таңғы асқа шыққан кезде вокзал құсап 1000 адам жүр ғой мынаның ішінде. Біз өзіміз сол күні жай келгенбіз, былай қарай. Ішке қарай деймін да. Ауқымы өте үлкен. Сосын ішіндегі бөлмелері кең. Екінші этажына болып көрген жоқпын. Бізге осы бірінші қабаттан бір жерде сонда жатырмыз. Күнде алмастырып тұруға да болады ғой бөлмені. Қызық үшін да, бірақ қоя салайын дедім. Әйелім осында жата берейік дегесі жатырмыз. Әрбір көш жүреңіз өтегесін. Ауқымы осындай үлкен. Енді қанша квадрат болатын білмедім, жалпы, бірақ осындай үлкен. Әдемі салынған, таза. Қызметкерлерді артық сөз жоқ, артық у-шу жоқ. Қазір ар жақ бетіне өтіп саяқты бір түсіріп жіберейін. Іші мынадай. Мынандай залы бар. Күту залы сияқты, кіре беріс қой. Мынандай құрал бар. Ұзын. 2 дәліз, 2 жаққа, мына жақта кафе бар, ресторан бар. Тағы мына жерде бір барлар бар, мына жағында да. Мына жерде лифті. Ана да лифт бар. Мына жерде бильярд бар, кішкентай, бұл әшейін. Мына жерде де бір бөлмелер бар. Ойын сауық бөлмелер сияқты. Сосын не бар жаңағы? Бассейн бар. Сауна бар, хамам бар. Монша бар. Қарсы бет.
аула жағы ғой. Мынандай үлкен бассейн бар. Тап-таза мына бассейн дейін. Түсіп жаттық болғанда. Көп қонаққа арналған негізі ше. Мындай бақып отырған жоқ та. Сосын басқа жақтың туристері бұл жақты көп білмейді екен. Мысалы мен бір қуанатым әйтеуір бір орыс көрген жоқпын осы жақтан. Яғни бұл жергілікті ғой. Стамбул халқының өздерінің келіп бір 2 күн демалыстарын өткізіп демалып кететін. Әже кішкентай балдар түсетін де бар. Мына үлкендер түсетін. Мына терең. Маған бойы 170-тен аса алмайтын адамдар бойлай алмайды. 165 деп жазылып тұр бірақ. Әйелім бойлай алмайды осыған. Жүзіп білмейтін адамдар қауіпті. Осындай керемет қылып салған енді. Тып-тыныш та ең жақсы жері. Сосын андай маса, тағы бірдеңе де ондай мүлдем жоқ. Ешқандай да, ештеңе де мазаламайды. Барымша енді көрсетейін, мен ондай қатты шебер емес бұндайларды түсіруді. Бірақ бір адамдай түсіріп қоямын. Мына біз 1-ші қабаттамыз, 2-ші қабаты, 3-ші қабатында барып көрген жоқпын. Не бар екенін де білмеймін. Жаңа фитнес зал болса болу керек. Мен бір видеодан көргенде фитнес залы бар деп көргенмін. Мына жатырған, мынау төбе жатыр ғой мынау. Осы не? Жабық бассейн. Сауна бәрі қатар орналасқан астында төменде. Әне же балдарға ойнайтын жасап қойған. Шөбін қырыпты ғой кеше. Мына жердің бәрі арамшоқ қаптап тұрған. Кеше күн жаққа дарылдатып жатыр еді. Ауласының жиегіне мынандай жасыл талдар, жасыл желек жасаған. Өте күшті. Ешкімнің шаруасы жоқ, ақшаң төлейсің, жата бересің. Қазір ішке кіріп көрсетейін, көрсете аға жерімен шен көрсетем. Мынау мен ғой түсіріп қоятқан. Осы кеше кешкісін осы бір адамдар келді, бір жастар келді, ма ушу болды. Түнде ушу болуы мүмкін, бір қолайсыздығы. Оған енді ештеңе де істей алмайсың. Қыдырып демалып келіп жатқан адамдарға тыныш отыр демейсің ғой. Ондай қатты өрескел не болып отырған жоқ, бірақ енді мен сияқты адамдарға қиындау. Ұйқысы шырт. Мына снэк бар дейді. Істеп тұреді кеше. Мынандай бір зал бар. Яқта Şöminenin bir ışığını bir yapsana. Мынау жаңағы снэк бар деген бар. Мына телевизорда кеше бірдеңе қосып тұрды. Снэк бар деген түсінбеймін мен. Не екенін әйтеуір оңаша отыратын деген шығар. Жаңа көрсеткен зал. Ана жаққа алдында адам сыймай қалған кезде осы жаққа келіп те отырды адамдар. Тап-таза, тып-тыныш. Ла карта ресторан дейді. Мынандай мүсіндер көп қойған. Кітап сөрелері. Жақта да Turkish Cafe kahvaltı. Tаңғы ас 8-ден 10:30-ға шейін. Осындай таңғы ас ішетін жері бар. Bugün gidiyoruz. Осындай тамақ беретін жері. Шведтік стол деп айтылады ғой. Мына жердің бәрі толып отырды алдында бәрі. Мына жақ ұнамайтын болса, мына жақ мына жаққа қарай кетіп қаласың.
ашық. Мына жауып қойған. Осы жаққа да отыруға болады. Кеше біздің абылай шулап сасқаннан ана жаққа бардық, мына жаққа бардық, әйтеуір үйге кеттік қой. Иә. Бірдеңе деп жатыр, дұрыс естіген жоқпын. Өзіме түсіріп алып жатырғаным ғой. Ол түсіріп алғанда ертең жаңағы мынау осы бар. Кәдімгі мына қонақтарға арналған сияқты тамақтарын ысытатын ба. Ана тоңастыққа кеше қарбызымыз салып қойғанбыз. Әжетхана бар. Жоғарғы шығатын баспалдақтары бұны білмейді. Оған шығып көрген жоқпын. Не істеймін оған шығып? Мынау рецепшені. Бұнда да бір жігіт отырады. Шаруасы жоқ, келдің, ақшаң төледің, болды. Мынау бильярд. Мындай осысын. Картасы. Кеше біздің бар жерлеріміз мынау ғой, Шиле колесі дейді. Қорған бар деп айтатын Шиле фенері. Кешегі маягымыз. Сосын біздер осы жолмен жүріп отырып, Ақша кеше дегенге бардық қой кеше. Ақша кеше пила, плаж деп тұр ғой. Осы жерге бардық. Былай қарай кете береді екен. Мен осы жерден жаңағы рет шығарып жүрсем, Аква деген ауылға шейін барады екен. Айтыр ғой Аква деген. Бірақ былай қарай да жол кетіп жатыр. Ана жақтарды білмедім, түсінбедім не екен. Келесіде келгенде бармасақ. Шилені қысқаша тарих шығар. Шиледегі баратын орындар, баруға болатын, қызығып қарайтын. Тарихы Ақшап Шиле evleri. Үйлер деген сөз ғой, Агва. Агва беледесі Шиленің 40 километрде Шиледен. Пляжлар. Не осындай не беріп қойған ғой? Қызыққа. Ақпарат. Қызық ақпараттармен. Анандай су тасып жатқан жерді көрмеппін мен. Барып көру керек екен. Саркыравак дейді. 15 километрлік бір доба еріші паркуры жерінде болуын дейді. Тағы бір келгенде барамыз. Шейін. Өзі екен білмеді ғой. Мүмкін шу отау деймін, шама қисық тұр екен. Қандай не? Арға? Кісілер болса. Сосын ана жақта нөмерлер жоқ, мына жақта болып тұр ғой көбісі. Мына жерден басталады. Топыланда одасы бір дейді. Осының іштерінде кеше бір не болды, ашық болды бір. Бір жеген өткізетін бөлме сияқты. Жабық. Мынау. Шахмат ойнайтын болсаң, тағы не? Домино ма бірден ұмытып тұр. Өздері ойнаған жазып. Дала, таза ашық тұр. Контейнер қосылып тұр. Одан басқа жағынан не керек? 18 градус қойып қой, есік ашық тұр. Есік жауып қою керек дейіңіз. Кілемге тіреліп жатыр екен. Мына жақта 24 бөлме бар екен. Бір 2, 3, 4, 5. Мына біздің 105-те жатырмыз.
Осы кете бересің, ана жағында не есік шығыс. Арға шығасың. Мына жерде лифті бар. Төменге түсетін. Ассалаумағалейкум. Келдік. Мына сол астыдағы тіркеу бөлмесі, рецепшн деп аталады. Мынау массаж odалары дейді. Массаж жасайтын бөлмелер жауып тұр. Кісі жоқ. Мына бөлмедің әшейін бос. Мынау да сондай. Массаж жасататын болсаң, жасатасың массажыңды. Сағат 3 болған, істемей қалған ба мынау? Болып кеткен ба? Капалы хавуз индор пол дейді. Астындағысын түсінбедім. Не? Фи клаб спа велнес дейді. Өзі жауық бассейн бар, мынау пайыз жақсы. Балдарға су жыл сосын. Ауасы тарлау енді, төмен қабат болғасын. Желіде жатып демаласың. Персоналдікі дейді. Бұл жақта шешінетін. Сосын душ бар. Саунасы. Саунасы түскен жоқпыз. Жақтырасың. Тегін бұл. Азаннан кешке шейін түсемін біздерде. Сауна. Мынау хамам. Аяғым шешіп кірейін. Мынаға дейді мал сап түстік. Суды мынаған толтырасың. Ыссы суының несі жақсы. Аңқыта ағысаң да ағып тұрады. Балаға күшті күні кішкентай. Жуынасың осы жерде. Ешкім түсіп жатқан жоқ. Жаздың күні ғой. Біз өзіміз су жақсы көретін болғасын дұрысына түсіп алдық. Жарығы өшіріп кетейін. Әдемі, Капалы дейді. Осыңыз жасап қойған түрік бауырлар. Өте күшті кешен екен. Қонақ үй кешені деп айтуға болады енді. Сосын фитнес залы бар деді, оны білмедім, жаңада айттым ғой, қай жағында екен. Фитнеске келіп атаған адам көрген жоқ, оны несін сұраған. Бірең саран болады шығар қонақтар. Осындай қонақ үй өте керемет, ырза болыңдар. Көп қонақ үйлер кішкентай сондай болады ғой. Ана басқа Жерорта теңіздің бойында, мынау енді Қара теңіздің бойы ғой. Жерорта теңіздің бойы жағына барып көрмеппін мен. Анталия, Алания, Кемер деген курорттық жерлер бар ғой бұлардың. Бұл жаққа барып көрмеппін. Жақтағы неден, есіктен, сыртқы есікке шығатын жерден. Мынаған бір қолайлы жері. Мысалы, қазір біз мына қонақ үйден солға қарай шықсақ, жақын жерде теңіз бар. Бір 500 метр уақытша әрі кетсе, оған да жетпейді деймін. 400 метрде айтайық шығар жақсы. Ол ештеңе өзгертпейді, 100 метр. Мынау жаңағы апаттық шығатын есік қой. Осы тараптан шықсаң, мен қазір көрсетейін. Міне, аты қонақ үйдің. Міне, ана жерде ана қызыл нелер тұр ғой, кішкентай. Столдардың несі. Сол жерден өтсең, мына жерде кішкентай бір не бар. Су бар, содан өтесің. Бір жағы Қара теңіз. Мына жерде көрінбейді шығар. Міне теңіз. Жатқан теңіз ғой.
мына осы осындай үйлер. Ар жақтарында да ауылдар бар, қырдың бастарында. Түгел осындай қылып сала. Ауылдарды осылай қылып сала берген да. Кешеден бері автобуспен аралап жүрміз ғой, әрі бері таксимен. Күшті қызық. Ауасы таза ең бастысы. Өзін демалуға жақсы. Үлкен кісілермен келуге болады. Сосын бала шағалармен келуге болады. Мақтамның қаласында күшті саябақтар бар. Ата-анаңмен келуге болады. Жатады ғой, рахат қылмайды. Тып-тыныш. 2-3 отбасы достарымен келуге болады, балдармен. Жұма күнге шейін, жұма сенбіге шейін тап-тыныш, ешкім болмайды. Жұма сенбі күндері енді қонақ қаптап кетеді. Осы, егер осы роликті ең соңына шейін көрген болсаңыз, жақын туыс таныстарыңызбен бөлісіп қойыңыз. Астыға пікір жазып, қандай да бір ақпарат керек болса қызықтыратын, онда маған жазсаңыз болады, жауап беремін.